жатыр. Көп созғым келіп тұрған жоқ. Үміткердің таңдауы. Ақерке. Қалайсыз, Ақерке? Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір баласы ханым, өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы. Өткен жолы дәл осылай шақырдық. Үміткер келді, бірақ сіз дайын емеспін дедіңіз. Қазір дайынсыз ба? Бір әжептәуір сұранысқа ие болып тұрмын ба? Үміткерлер негізі келмейтін сияқты еді маған. Сіз миссіз ғой, ойбой. Мына сөзден кейін қабылдамаймын десем, удар келетін сияқты бір жерден деп ше. Жоқ, баласы ханым, негізі иә, өзімді сіз айтып кеткен болатынсыз, жұма күні Ақерке қабылдауға дайын ба деген сияқты. Негізі енді 3 күннен кейін тозаққа да үйренесің дейді ғой. Енді қанша жерден бір мен жоқ дей бергенмен бәрібір енді болар іс болды, бітетін арақатынас бітті. Бәрібір жобаның мақсаты сол болғаннан кейін мен де бәрібір мұқтаж жан ретінде келдім бұл жерде. Біреудің орнын жайдан жай алып отырғым да келмейді. Сондықтан қабылдауға болады әрине. Қабылдайсыз, шақырайық ендеше. Ақеркенің үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Есіміңіз? Есім Диас. Диас. Иә. Жасыңыз нешеде? Жасым 21-де. 21-десіз. Қай жақтың тумасыз? Алматы қаласының тумасымын. Әкем Нарынқол жақтан. Ақеркені неге таңдау Ақеркеге түсті? Қандай қылығын ұнаттыңыз? Қандай бір жаңағы енді өте сұлу қыз. Оған ешқандай да таласымыз жоқ. Бірақ сіздің көзіңізге немен түсті? Бір-екі эфирді қарап қалдым. Маған қылықтары ұнады, сөйлеу мәнері ұнады. Одан кейін бір рет көрсем ба деп ойладым. Танысып көрсем ба деген ой ғой. Маған бұлай барлық жері ұнады. Ақерке, сұрақтарыңыз? Кімде да... Сәл қобалжып отырған шығар, қатысушылар сіздерде бір күліп, иә? Есімің кім деді? Есіме қалдым. Мен кішкене ауырып жүрген соң құлағымды... Есім Диас. Диас. Диас, иә. Диас, рахмет, иә, мен таңдап келгеніңізге. Енді бойыңыз қанша негізі? Бойым 1.78. Немен айналысасыз, қандай жұмыспен? Мен қазір жеке кәсібін бастап жатырмын. Оның алдында қазір базарда сатушымын. Сосын мен сұрайын дегем, негізі дауысы кішкене бір жерден естіген сияқтың дауысын. Негізі мені өмірде көргенсіз ба? Жоқ, көрмедім. Иә, енді қанша бауырыңыз бар негізі? Біз үйде екеуміз, інім бар. Болды. Алматыда кіммен тұрасыз? Алматыда ата-анаммен тұрам. Болашақта тоже ата-анаңызбен тұрмыз? Жоқ, болашақта бөлек шығамыз. Бөлек шығам. Иә, сіздің маған қоятын сұрақтарыңыз бар ма? Сіздің Диас... Менің қоятын сұрақтарым. Сіздер үйде қаншасыздар? Біз ба? Төртеуміз. Төртеу? Ортаншысы ба, үлкен? Мен ба? Ортаншысымын. Негізі сіздің жұлдызнама бойынша кім? Сіздің знак зодиака? Мен Арыстанмын. Арыстан? Иә. Қатысушылар сұрақ керек па? Иә, баласы ханым. Негізі алдында солайынан айтты ғой, бір үміткер келген кезде мен дайын емес, мынау деген сияқты қылып ше. Бірақ шынымен де сен жаңа айтып жатқанның өзінде де бір сәл бір андай бір неуверенностьті байқап қалдың ба? Енді шыдайсың ғой, биттісің ғой деген сияқты бір болады ғой. Иә, болды, бітті бізде деген сияқты бір нәрсені байқамадың да. Шынымен де негізі дайынсың ба үміткер қабылдауға? Просто сен өзіңді бір күтпей қалған сияқтысың да деген сияқты қылып. Әлшер, просто мынандай нәрсе ғой. Мен өзімді шамалы андай болады ғой, бір күнәлі сияқты сезініп қалдым да ол кезде. Себебі бізде бір айлық, немесе бір апталық таныстық болған жоқ. Бізде кәдімгідей бір жылға жоқ таныстық болғаннан кейін андай нәрсе болды. Енді барлығы маған халықтың тарапынан жазылып жатты. Ол кісі қатты қайғырып жүр ғой, сен мәз болып дальше отырсын деген сияқты нәрсе. Маған андай болды да, бір ұялмайтын бір қыз екенсің деген сияқты қылып, сондай әңгіме тағы жалғасып кетеді ма, сондай әңгіме келеді ма деген қорқыныш болды. И одан бөлек ол кісінің енді ата-анасы бар, отбасы бар, соларды да ойлау арқылы солай жауап берген болатын. Бірақ қазіргі көңіл күйім менің тікелей денсаулығыма ғана байланысты. Кешеде эфирға келе алған жоқпын. Себебі қазір кішкене денсаулығым дұрыс болмай жүр. Былай негізі бәрі нормально. Иә, негізі енді сен алдында қабылдамаймын дедің ғой. Сол кезде ойланам деді.
Енді сен қазір нақты шешім айтып отырсың. Сонда енді содан кейін сен Сержанмен бір ауыз сөз сөйлескенің болды ма? Енді қалай шештің ол нәрсеге, қалай келдің деген сияқты ғой. Сержанмен мен сөйлескен жоқпын, себебі Сержанмен бір сөйлесетіндей бір әңгіме екеуміздің арамызда қалған жоқ, бірақ үміткерге дейінгі моменттерде маған хабарласқаны бар тұғын, енді расымен де осындай ма деген сияқты, толыққанды соңғы шешімің ба деген сияқты. Мен я деп айттым, негізі біз бір рет емес, екі рет емес, көп рет айырылысқан жұптардың бірі болып есептелеміз, сондықтан уже айырылысып қосылып та шаршайды екен адам, сондай ситуация болды, бірақ үміткерге байланысты ол кісінің жауабына ештеңе қарап қалған жоқ деп те айтсам болады. Жалпы ол кісі кетіп бара жатырған кезде білді, что мен осы жерде қалып отырмын, маған үміткер кіргізілу керек болады, мен үміткер қабылдаймын деген сияқты. Сондықтан ол кісінің бір әңгімесі. Соңғы сұрақ соңғы қысқа 1 минут. Жаңа енді Ақерке өзі айтты ғой, негізі қыздар екі типажға бөлінеді, біреу тез ұмытып кетеді, ары қарай өмірін сүріп кетеді, біреулер ұмыта алмай жүреді. Сен қай типажға жатасың негізі? Соңғы сұрағым. Мен жалпы ұзақ уақыт бір адамды жақсы көргеннен кейін, енді мен негізі болады ғой, бір однолюб адамдар, мен сондайдың қатарына жатам негізі. Менде андай нәрсе болады ғой, просто адамның орнын адам басады деген сияқты позициямен ғана өмір сүретін адаммын жалпы, бірақ менде андай болмайды. Каждый раз күн сайын, бір апта сайын әртүрлі адамды ұнатып қалып, олай тез уақытта сезім ашыла бермейді. Бірақ егер де нормальный адам болса, почему бы и нет? Я енді таныстығы тоқтап қалды ғой, енді ұмыта алмадым деп үміткер қабылдамай бұл жерде отырғанда жөнсіз болады деп ойлаймын. Сондықтан үміткер қабылдап, солай жасағандары негізі жөн деп ойлаймын. Тікелей енді мәселенің басын ашып алу үшін Ақеркеге былай сұрақ қою керек сияқты. Болашақта енді Сержан жаңа қайтадан жазып, қайтадан бір жерге шақырып деген сияқты сондай дүниелер орын алса, қайтадан бір қосылып кету деген мүмкіншілік бар ма, әлде түбегейлі осымен бітті ма? Ондай дүниелер негізі болғаннан кейін қойылып отырған сұрақ екен біліп отырмын Расулдың тарапынан. Бірақ енді сонда да мен негізі білмеймін, анамнан кішкене уже сол ситуацияларға байланысты қатты ұялам, сондықтан я думаю, уже болмайтын сияқты. Я думаю емес, так и есть. Ондай нәрсе болмайды. Енді кездеспеймін ол адаммен. Ақерке, шымылдықты ашамыз ба? Я ашып көрейік. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы тек менімен, I love you baby, let me love you baby. Шымылдық ашылды. Ақерке, әсеріңіз? Я, нормально, баласы ханым. Бірақ енді жаңа шымылдық ашылмастан бұрын жасым 21-де деген сияқты айтылып қалды. Енді ол нәрсе мен үшін кішкене қиындау болады, себебі менің... Сіз қазір нешедесіз? Мен ба? Мен енді 23-ке толам, берсе енді арамыз бір жас, бірақ сонда да білесіздер қыз балаларының енді ойлау қабілеті ұлдардан бір 3-4 жыл алдыға жүреді ғой, кішкене сонымен ол дүние қиындау болатын сияқты. Бірақ дегенмен де адаммен сөйлесіп көру керек, сол арқылы адамның ойының қаншалықты дәрежеде екенін, қаншалықты ер азамат па, жаңағы ересектеу көріне ме дегеннің барлығын сөйлесіп білу керек сияқты. Таныстық бастала ма? Баласы ханым, мен бұл кісінің уақытын алғым келіп отырған жоқ. Екеуміздің сырт келбетімізде мүлдем келмейтіні көрініп тұр негізінен. Енді өзім толыққанды кәдімгідей шымылдық ашылған кезде өзімнің полностью көңілімнен шығатын бір адам келсе, сондай адамды күткім келіп отыр негізі. Бірақ келгеніне мен таңдағанына үлкен рахмет айтам, бірақ тіпті бір орнымыздан тұрған кезде де бір мен өзімді әпкесі сияқты сезініп отырмын бұл кісінің қасында, ренжімес деп ойлаймын. Жақсы, ренжімейсіз деп ойлаймын енді. Диас, келгеніңізге үлкен рахмет. Сіз өте сымбаттысыз, ақылды жігітсіз. Бірақ енді сіздердің жаңа жасы ерекшеліктеріңізге байланысты сіз кішілеу көрінетін сияқты деп айтып жатыр. Бәлкім басқа қызды таңдап алдағы уақытта енді ойланып келерсіз енді. Уақыт көрсетер, сізге чемпион Кения Санса чайын сыйға тартамыз. Бақытты болыңыз. Жақсы, сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен, айта кетейін, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз, және де кеше ғана Алишер мен Аягөздің той туралы әңгімесі бар ма, ата-ана таныстыру дегендей не жаңалықтар бар, бірге білеміз. Бұған қоса айта кетейін, Мадинаның көңіл күйі жоқ, Фархатпен араларында қандай мәселе болып жатыр, бірге білетін боламыз. Сау болыңыздар.